Егер энергияның бір бөлігі бір жерден жоғалса, ол міндетті түрде екінші жерде, басқа түрде пайда болады. Мысалы, суға секірушінің потенциалдық энергиясы бар, өйткені ол су деңгейінен жоғары орналасқан. Ол секірген кезде биіктік азайған сайын, оның потенциалдық энергиясы да азая береді. Дәл осы уақытта оның төменге бағытталған жылдамдығы артқан сайын, кинетикалық энергиясы да артады. Потенциалдық энергия кинетикалық энергияға айналады. Ол сумен соқтығысқан кезде, оның кинетикалық энергиясы су массасын итеруге қажетті жұмысқа айналады. Секіру кезінде оның жалпы энергиясы бірдей болып қалатынын байқай аламыз. Тек энергия бір түрден екінші түрге ауысады. Бұны ғаламдағы барлық энергияның мөлшері тұрақты деп тұжырымдалатын энергияның сақталу заңы арқылы қорытындылауға болады. Энергия тамақ пісіру, қыста үйді жылыту, тағамдарды тоңазыту, көлікті жүргізу, түнде көшелерді жарықтандыру, тағы сол сияқты көптеген пайдалы істерді атқару үшін қажет. Сонымен қатар, біздің организмімізде қозғалу, ас қорыту, немесе ойлау үшін энергияны қажет етеді. Мұздың еруі физикалық өзгерістің мысалына жатады, және оны келесі қарапайым теңдеу арқылы көрсете аламыз. Бұл эндотермиялық процесс. Өйткені қатты күйдегі мұзды сұйық күйге айналдыру үшін жылу беріледі. Тәжірибелік өлшеулер 1 моль мұздың еру үшін қоршаған ортадан 6 килоджоуль жылу қажет болатынын көрсетеді. Осылайша, бұл процестің энтальпия өзгерісі плюс 6 килоджоульге тең. Біз бұл энтальпия өзгерісін экранда көрсетілгендей энтальпия диаграммасы арқылы немесе энтальпия өзгерісімен әрекеттесуші заттардың массалық қатынасын көрсететін термохимиялық теңдеу арқылы көрсетсек те болады. Сутектің жануы экзотермиялық химиялық өзгерістің мысалына жатады. 2 моль сутектің жануы кезінде 484 килоджоуль жылу бөлінеді. Аталған реакция барысында жылу жүйеден қоршаған ортаға берілетіндігін көрсету үшін энтальпия өзгерісінің мәні минус таңбасымен алынады. Химиялық реакция бағытының өзгерісі энтальпия өзгерісінің таңбасын, яғни дельта H мәнінің таңбасын өзгертеді. Мұздың еруі мен судың қатуы немесе сутектің жануы мен су буының айырылуы осыған айқын мысал бола алады. Химиялық реакция бағытының өзгеруі әсерінен экзотермиялық реакциялар эндотермиялық реакцияларға өзгереді, және керісінше. Егер теңдеудің екі жағы да n коэффициентіне көбейтілсе, онда дельта H мәні де сол коэффициентке көбейтілуі тиіс. Бейтараптану реакциясының энтальпиясын пенополистирол ыдыстан жасалған, қосымша пластик қақпағы мен термометрмен жабдықталған қарапайым калориметрдің көмегімен анықтауға болады. Пенополистирол жақсы оқшаулағыш материал. 1 стақанға 250 мл 1 молярлы тұз қышқылының ертіндісін, ал екіншісіне дәл осындай көлемде 1 молярлы натрий гидроксидінің ертіндісін дайындаймыз. Екі ертіндінің температуралары бірдей және Цельсий бойынша 22 градусқа тең. Енді қышқыл ертіндісін пенополистирол ыдысқа құйып, кейіннен бейтараптану реакциясы басталу үшін натрий гидроксидін қосамыз. Қоспаның орнын ауыстырып, термометрі бар қақпақты орнатамыз. Соңғы температура Цельсий бойынша 29 градусқа дейін көтерілгендігін байқай аламыз.